Кенесарының басы Петербурдан келген соң Шыңғыс төре ала жаздай адам қабылдамайды. Жыңғылды сайдың жиегіндегі жазыққа хан шатырын тігетте, сыртын сақина қылып әскермен қоршап, бүк түсіп жатып алады. Амандасуға келген ағайын да, халін сұрауға келген халқын да, арыз шағымдарын айтуға келген атқамінер хакімдерін де қабылдамайды. Көпке дейін төресінің төбесі көрінбеген соң, қара халық қобалжып, Аға Сұлтан Құнанбайға адам салады. Хан қайрылып қараған, би бұрылып сұраған, алталаш аузына қараған, аузы дуалы, азулы Аға Сұлтан едің. Ханымыздың халін бізге біліп бер деп қолға салады. Аға Сұлтан халықтың өтінішімен Шыңғыс төреге адам жіберсе, Құнанбай адам ертпей өзі келсін деп Ақ Ордадан хабар келеді. Хан шатырды қоршаған қалың әскерден өтіп, ішіне енсе, Шыңғыс төре төрде бүк түсіп жатыр екен. Жүзінде қан сөлі жоқ, ақ барақтай бозарып кетіпті. Еңсесі түскен, төренің түрін көріп Құнанбай шошып кетеді. Қал жағдайын сұрасқан соң, Шыңғыс төре әңгімесін бастайды. Құнанбай жан, қайсы бірін айта берейін. Ақ патша шақырды деген соң, барымызды киіп, дүниемізді жиып, Петербург айдасың деп атқа міндік. Барғанда күтіп алған ақ патша жоқ бізді. Көптің бірі қылып, бір генерал-губернатор қарсы алды. Шайдың орнына шарап, қымыздың орнына арақ берді. Шараптың буына мас айтып, мұражайларын аралатты. Ақ патша ағзамға әлемнің түкпір-түкпірінен сыйлыққа келген жәдігерлермен таныстырды. Англияның королінен келген алтын қаламсап, Парсының патшасы сыйлыққа жіберген жібек кілем, Араптың шейхі берген күміс қанжар, Шведтің королі сыйға тартқан гауһар тастармен көмкерілген алтын тәж, бәрі көздің жауын алады. Адамның қолымен жасаған құнды дүниелерге таң қалмасқа шараң жоқ. Бір кезде генерал-губернатор Шыңғыс мырза, мына басты таныдыңыз ба? Бұл сіздің бауырыңыз, бунтар Кенесары Қасымовтың ақ патшаға сыйға тартылған бас сүйегі деп, шынының ішіндегі бауырымның басын көрсеткенде, төбе шашым тік тұрды. Кенесары бауырымның азу тісі ақсиып, маған қарап күліп тұр екен. Ағау, тізерлеп тірі жүрген сенен бас емей кеткен мен артықпын. Бұқаға туған күн бұзауға да туады. Тірімізде төртеуден түгел бола алмадық. Бізді алтаудай араздастырып жау жеңді. Әңгімеге ердік, намысты қолдан бердік. Боқ дүниеге таласып, ауызбіршіліктен айрылдық. Жақсының жақсылығын жасырдық, жаманның абыройын асырдық. Бізді жау жеңген жоқ, ішімізден іріп, өзіміз жеңілген. Аталы сөзге тоқтап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығар алмадық. Қымызды араққа, айранды шарапқа араластырып берді. Халық аузына қараған игі жақсыларымыз барыстың емес, аюдың артынан ерді. Мүмкіндікті қолдан жібердік. Атам Абылайдың түсі айнымай келді. Менің басым күллі қазақтың рухы еді. Басы жоқ денеде рух қайдан болсын? Рухы жоқ халық бастың қадірін қайдан білсін? Ағау, ақ патшаның сені қарсы алмағаны басынғаны. Енді бұлқынсаң, қылшам ойыныңды талша кесіп, басыңды бауырының қасына қоям деп саған көрсеткен сесі деп, Кенесары бауырымның басы маған қарап, сөйлеп тұрғандай болды. Елге келгенше еңсемді көтер алмадым. Келген соңда бойымды тіктей алмай тұрмын. Ала жаздай адамдардан алшақ отырғанымда сол құнеке дей бергенде Шыңғыс төренің жанарынан бір тамшы жас жерге домалап түседі. Ақыретте бауырыма не айтам? Менің уайымым сол Құнанжан деп Шыңғыс төре Құнанбайдың қолын қысады. Бұл төре мен Аға Сұлтанның соңғы кездесу екен.